Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай мерекелік дастарханға қоюға болатын керемет дәмді пахваланың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен 300 грамм грек жаңғағының үстіне суымызды құйып, оны 30 минутқа қойып қоямыз. Және де кір болған суын төгіп тастаймыз да духовкада 200 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Келесі ыдысымызға 200 мг жылы сүтімізді құйып, аздап тұзымызды себеміз. Және де бір жұмыртқаның сарысын салып, алма сірке суын құямыз. Одан кейін жақсылап венчикпен араластырып аламыз да 120 мг сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі 450 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Бұл қамырды 10 минутқа қоя тұрамыз. Келесі пахлаваның начинкасын дайындаймыз. Жаңағы 300 грамм грек жаңғағын блендерден өткізіп аламыз да, оның үстіне 100 грамм ерітілген сары майымызды және де жұмыртқаның ақ уызын құйып жақсылап араластырып аламыз. Енді 10 минут тұрған қамырымызды 5 бөлікке бөліп аламыз. Келесі 5 бөлікке бөлген әрбір қамырымызды видеодағыдай етіп, жұп-жұқа қылып жайып шығамыз. Әрбір жайған қамырымыз видеодағыдай жұп-жұқа қамырдың астынан сурет көрінетіндей болу керек. Енді жайған қамырымызды видеодағыдай бір-біріне осылай жақындатып аламыз да, оның үстіне жаңағы грек жаңғағын саламыз. Алынған жаңғақтың бетін осылай қамырмен жауып шығамыз, және де олардың арасын осылай қолмен бөліп шығамыз да, ортасынан кесеміз. Достар, 5 бөлік қамырдан осылай пахлава жасап шығамыз. Дайын болған пахлаваны осылай формаға салып шығамыз да, оның үстіне 150 грамм ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Енді пахлаваның сиробын дайындаймыз. Ол үшін 500 мг суымызға 500 грамм қантты салып, оның үстіне 1 шай қасық лимонның сығындысын құямыз. Сиропты қант ерігенше қатты қайнатып аламыз. Достар, пахлавамыз дайын. Енді піскен пахлаваның үстіне осылай ысып тұрған сиропты үстіне құйып шығамыз. Сироп құйылған соң пахлавамыз бірнеше сағат немесе бір күн сиропта тұру керек. Енді дайын болған пахлаваның үстіне грек жаңғағын немесе фисташканы үгітіп себеміз.
Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркеле кетіңіздер. Және де менің барлық видеоларымды достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға тарата отырыңыздар. Пахлавамыз өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Рецептісі менің описаниямда.